Қайырлы күн достар, бүгін пельмен дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 1 килограмм ұнға 2 ас қасық сұйық май саламыз. Және 385 грамм қайнап суытылған суға 2 жұмыртқа, тұз салып, ұнға құйып араластырып, қамыр илейміз. Пельменнің қамырын кем дегенде 10 минуттай жақсылап илеп иін қандыруымыз керек. Сол кезде қайнатқанда пельмендеріңіз жарылмай, өте әдемі болып пісетін болады. Иі қанып иленген қамырды салафанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді пельменнің салмасын дайындаймыз. Ол үшін 1 килограмм фаршқа пиязды майдалап турап саламыз. Немесе мен сияқты блендердің көмегіменен майдалап алсаңыз болады. Және де 1 килограмм фаршқа 1 килограмм пиязды сыртымен өлшеп аламыз. Одан кейін қабығын ашыған кезде пияздың массасы шамаменен 700-800 граммға дейін азаяды. Пияздың барлығын майдалап болғаннан кейін татымына қарай бұрыш және 1 ас қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Тоңазытқышта 1 сағат тұрған қамырды шығарып, қалыңдығын 3-4 мм болатындай қылып жайып аламыз. Одан кейін дөңгелектің көмегіменен дөңгелетіп, қамырды кесіп алғаннан кейін пельмендерді түйеміз. Пельменнің барлығын түйіп алғаннан кейін ағаш тақтайшаның бетіне салафан немесе пергамент қағазын төсеп, пельмендерді бір-біріне жақындатпай орналастырамыз. Одан кейін морозилкаға салып, қатырып аламыз. 1 сағаттай қатқан пельмендерді салафандарға салып қойсаңыздар болады. Осындай полуфабрикат пельмендерді морозилкаға 1 айға дейін сақтауға болады.